Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз Катар еліндегі UFC турнирі жайлы айтуымызды жалғастырамыз. Егер өткен жолы сіздерге Бекзат пен Асудың командасы бірігіп, көптеген көңілді Асудың командасына бөлсек, ендігі жолы біз Бекзат Алмахан туралы арнайы репортаж ретінде дайындығы, командасының бапкері, өзінің қасындағы жүрген спарринг партнері барлығы не ойлап жатыр, алдағы жекпе-жегі қалай өтуі мүмкін, және де өздеріңіз білетіндей Бекзат Алмаханға қарсы UFC чемпионы Илья Топурияның ағасы Александр Топурия шыққалы тұр, және осы жекпе-жекке Бекзат Алмахан қандай формада шығады деген сұраққа жауапты бүгінгі видеомызда алатын боласыздар. Бұл жерде Бекзаттың салмақ қуып жатқаны бар, арнайы дайындалып, және тағы да басқа қызық сәттерді сіздерге арнайы түсірген болатынбыз, және де өткізіп алмау үшін міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарийге Бекзат Алмахан мен Александр Топурияның жекпе-жегі қалай өтуі мүмкін деген сұраққа өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Менің ойымша Бекзат Алмахан нокаутпен жеңуі әбден мүмкін, бірақ Александр Топурия өзінің күресінің арқасында біраз біздің Бекзатты қинап алып, бәлкім қандай да бір төрешілердің шешіміне дейін апарып тастауы әбден мүмкін. Ал сіздер не ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Және де біздің Telegram мен Instagram парақшаларымызға да тіркелсеңіздер болады. Сол жерде біз сіздерге арнайы эксклюзивті контент түсіріп жатырмыз. Себебі салмақ қуу жерлерінде неше салмақ қалды, қанша қалды, бәлкім қандай да бір мәселелер тудырып жатыр ма деген сұрақтарға жауапты біздің Instagram мен Telegram арналарымызда көрсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Айтпақшы достар, бастамас бұрын айтып кететін жайт, жалпы біздің арнамыздағы барлық видеолардың шығуына көмектесіп жатқан Tennis8z букмекерлік кеңсесі. Осы үшін оларға көп рахмет, және де төменде тұрған сілтеме арқылы өтіп, теннис туралы толығырақ білсеңіздер болады. Структуры бір басқаламауды. ЛКД болып кетеді. ЛКД бола ма? Last time I did medium S? Yes. Medium. So Brian, last time we took these in an inch, so we'll keep that in mind. Can I try? Yeah. Yes. Yeah. It's mine. My bag. Так, ендігі мәселе қайсысы? Тамақ алайын? Ол да. Потом залға барамыз. Instructions, and then pre-training waffles, so one per day, like 30 minutes before training, okay? For after the fight, brain health, so instructions, okay? And then leftovers from this week, you can have with after the fight. Sweet sweat, everything you need for Thursday. Қалай болып жатыр қазір дайындықтарыңыз? Енді қазіргі дайындық Бекзат Алмаханға келсек, толық лагерьдің бәрін Америкада өздеріңіз бәрін біліп тұрсыздар, мысалы, толықтай өткізіп келді. О жаққа барған себебі де мысалға ең бірінші, о жақта дисциплина болады, режим болады, уақытысымен ұйықтайды, уақытысымен тамақ ішеді деген сияқты. Содан кейін екінші мәселе, мысалы, ол жақта әлемдік деңгейдегі байыстар бар, мысалы, UFC-дің чемпиондары бар, және солар дайындаған бапкерлер бар. Солардан жаңа опыт алып, және дисциплина, режим бәрін қарау үшін сол жаққа қаражат бәрін спонсорлар көмектесіп барды. Енді қазір соңғы уақыттарын осы Катарға бір ай бұрын келді. Не үшін бір ай бұрын келді осы жерге? Жаңағы тоже адаптация, жаңағы ол бар, және өзіміздің командадан балалар келді, мысалға Төлен Дамир мен осы жолы Абай Жалал толықтай көмектесті, спарринг партнерлар болды, атыры болсын, бәрі ойдағыдай. Уже 20 күннен бері осындамыз, Катардамыз, дайындықтамыз. Бекзат Америкадан келді 3-4 ай. Тыңғылық жаттығуын бәрі сол жақта жасап келді. Основной нагрузкалар. Қазіргі таңда уже 3-4 күннен кейін бой. Салмақ қойып жатыр қазір. Самай басты нәрсе жарақат алып қалмай, салмақты дұрыс жасау. Күшім жетпей жатыр.
Ой, сен Бразилия болсын. Ой. Арумба десе бәрі. Негізі басқаша ғой. Маркос, Ривера, бір нәрсе балында ғой. Ол 7 мың да? Бүгін береді ау түнде. Что ты как налетел, Хамза? Что у тебя случилось? Және жаңағы айтып кеткен едіңіз, Америкада бапкерлердің қол астына дайындалып жатыр деп. Естуімше Маркос Парумпа да осы жаққа келеді. Американ топ тимдегі бапкер. Жалпы екеуіңіздің тандемде бірге жұмыс істегеніңізді әзірше көрмеген едік. Жалпы сіз бұл жайлы не ойлайсыз? Енді Парумпаны мен бақылаймын ғой. Алдында да мысалы қанша мықты байыстер дайындаған, оның үстіне Бекзат бірден ең бірінші рет осының алдында да барған кезде мысалға сол кісімен жұмыс жасағанда Бекзаттың өзінің талабы бойынша осы тренермен жұмыс жасаған маған өте ұнайды, ыңғайлы, қолайлы деді. Біз неге оны қолдамасқа? Значит, ол керек нәрсені алып отыр деген сөз. Жалпы жаңа айтқан едің, Америкадан сол жақта оқу жаттығу жиындарын өткізді. Қазір осы Дохада соңғы 20 күннің осы жақта өткізіп жатыр. Жалпы осы жерде қай жерде дайындалдыңдар, бәлкім басқа да бір командаларға қосылдыңдар ма? Біз келген кезде UFC жиынында дайындалғанбыз бірінші. Сосын асулар да келді. Бірге қосылып, бір 3-4 жаттығуларды бірге жасадық, бірге жасап жүрдік. Енді шетелде команда Дартем, болмаса Triumph Fights, рух түйім деп бөлінбейді ғой. Шетелге келген екен бәріміз бір қазақ болып, бір жерде барлығын жасап жүрдік. Оны ешқандай не зияны, ешқандай жамандығы жоқ. Солай асулармен ғана жасадық. И қазір осы не дейміз? Гостиницадамыз. Гостиницада осында залда тренировка жасап жатырмыз. Сөбекі қалай? Қанша килограмм болды? 2-7 ғана. Jiu-jitsu and wrestling hard with this. Only striking. Now, strike. Yeah, only striking. Because hard. I know. But it's good, like, now. Сейчас чисто уклон ставим, бам-бам. Бізге ең бірінші осы нені берген кезде Бекзат бірден қабылдады. Бірден қабылдады, біз Саяттан жауап күттік. 2 апта бойы күттік. 2 аптадан кейін барып бізге жауап келді, қабылдадым деген. Біз даже ойлағанбыз, бұл қабылдамау да мүмкін екен деп. Не үшін созылып кетті? Олар да Бекзатты зерттеп кейін ойланды ғой, қабылдаймыз деп. Біз негізі бірден қабылдадық. Неге айтып тұрмын? Себебі менің есімде
Нұридин ағаймен сөйлескенім бар. Сол кезде Нұридин ағай айтқан еді, что-то пока ответ жоқ ар жақтан, біз дайынбыз, қарсыласты беріп отыр деп. Оны бір ай бұрын білген едік. Менде отырмыз, былай болып жатыр деді. И біресе қарасақ, испандық журналистер қозғалып бастады. Осындай қарсылас келіп жатыр, қалай деп. Қарсыласы Александр Топурия болған кезде қандай ой келді ең бірінші болып? Бұл түсінікті інісі екені, бірақ одан басқа бәлкім бұл анандай қарсылас қой деп зерттеп бастағанда. Ең алдымен Бекзат бой берді деп айтты. Кіммен дегенім, осындай Александр Топурия мен Илья Топурияның ағасы. Білмеймін, мен үшін енді әркімге көзқарасы әрқалай ғой. Біреуде Топурия деген фамилиясы болады. Бекзаттың өзі де айтып өтті. Бірақтан Александр Топурия дегенмен оның рекорды, бойға шыққан количествосы, опыты Бекзаттан қарағанда аз. Көп бойға шықпаған. 7-де, қателеспесем 6-да бір рекорды. Бойлар мен көргем, оның UFC-де дебют жасаған кезінде мен көрдім. Прямой эфир отырып көрдім. Маған қызық болды, бұл қалай жасайды, не істейді деген. Волконовскийдің несімен спарринг партнерімен бір клубтағы баласымен шықты. Назамена шықты ол балада. Сонымен 3 раунд төбелесті. Грэплер бала екен. Стойкадан ондай қатты ол қарсылық білдіре алмады. Сондықтан Александр Топурия 3 раундта да өзінің еншісіне жазып кетті. I think I do 1 hour then sauna. 10 minutes, only 10 minutes. Yeah, not too much. Not too much sound. Аша берек па? Я пример поздравления начали. Азамат біздің команда болатын болды ғой. Біздің команда. Ол келесі андай фильм жасатам ағай Азаматқа. Бұл жүрген тұрған бәрі. Алматыда да жасайтын ба? Шетелде ғана деп қойсайшы. Алматыда бастап, ауылға барып, 20 секунд. Қазіргі сәтте мынадай әңгіме бар. Бекзаттың күресі онша емес деген. Сондай тыңғылық неше түрлі сыбыстар жүріп жатыр да. Әсіресе бұл біздің де жанкүйерлерден және де сырт елде жүрген америкалық және тағы басқа жанкүйерлердің барлығының айтуынша Бекзаттың күресі онша емес деген. Бұл туралы жалпы не айтасың? Себебі мен білемін, Бекзат жақсы, мен де Бекзаттың күресінің қандай екенін білемін. Себебі бұған дейін октагондағы жекпе-жектерінде көрген едім. Жалпы бұл жайлы ойыңмен бөліссең. Жанкүйерлерге ұнайтын қызықты жекпе-жек қой, ең алдымен стойкада тұрып төбелесу, күрес ешкімге ұнай бермейді. Бекзаттың өзінің базасы да күрес емес. Сондықтан да Бекзатты көбісі ойлайды, сен күресің слабый деп ойлайды. Бекзатпен ұстасып, Бекзатпен күресіп көрген балалар біледі. Бекзаттың күресі қандай уровеньде екенін, қандай. Енді мен айта алмаймын, Бекзат алады да бір күресіп тастайды. Бірақ Бекзаттың барлық адамға өзінің барлық сопернигіне қарсы тұра алатындай күресі бар да. Барлық керек кезінде, қалаған кезінде өзі күресіп алып кететін күресі де бар. Бірақ по бою айтатын болсам, бойдан андай нәрседе кішкене ойнайды. Адам қаншалықты функционалға дайын болады. Кейде біреулер шаршайды, шаршаған кезде күреске беріп қояды. Күресі слабый деп ойлайды да. Ол негізі жоқ, оның күресі бар, просто ол шаршап қалады. Бой болған екен шаршайды. Бір удар өткізіп қояды. Сол кезде күреске беріп қояды. Сондықтан сондай моменттерді де қарау керек. Ол күресі слабый дегенге жатпайды ол. Бекзаттың күресі жақсы, мен білемін ғой. Жаңа бетін жерді өсіп жүрсіз ба?
Көздерім. Бүгінге дейін вообще шаршамадым. Бүгін кішкене. Söyle gelsin. Kesin mi? Мен көз алдыма алып қойшы. Босып анандай. Мен андай мен уақытпен сыйын адаммын андай ше. Андаймын ғой. Көп нәрсені алдамаймын. Жазып сендер мені алдыңдар алдыңда. Сен алдамай ма? Сен жаман жолыңыз алдайсың. Sen onun tutması mümkün olmaz mı? Rolunu yapacak. Adam sıkılır olmaz sana. Daha kötü. Ол либо көрім 10-15. Екеуін бірі максимум сол 15 максимум. Назар bir net koyayım da. Onu. Жоқ аға керек. Oyun nasıl bitecek? Yani. Тұра берсін жарайды. Тұра берсін. Нормально. Жалпы сіздің ойыңызша Александр Топория бұл қандай жауынгер? Өзінің інісінің арқасына кіріп тұрған ба? Немесе де бәлкім егер Бекзаттікіндей жол өтіп кірген кезде басқа деңгейдегі жауынгер болар ма? Енді мен оны бір анық осындай деп айта алмадым. Оны сарапке жасап жатқандар бар шығар. Бірақ жалпы өзім UFC-ға кірген боецтер ол простой дейді ғой, жаңағы оңай боецтер UFC-ға кіреді деп ойламаймын. Оның үстіне бұл жерде жаңағы аты бар ғой, Топория деген аты бар, інісі бар, бұларда команда мықты. Бұны мойындаймын. Біз команда, өзіміздің команда, кішігірім ғана команда, бірақ біз олардың командасындай біз уровеньде жоқпыз, шыны керек. Оларда жаңағы барлық жағынан жаңағы мықты деп айтсақ та болады. Сондықтан да бізде енді өзіміздің ген пландар бар, өзіміз құрған. Сонымен жұмыс жасаймыз, Алла қаласа бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Жалпы қазір сосын мынандай ой жүріп жатыр. Бұл жекпе-жекте Топория фаворит деген. Бұл жайлы не ойлайсың? Мен бұнымен келіспеймін 100%, себебі ана жерде котировкаларды қарасақ, әзірде букмекерлердікі Бекзатқа сәл төмен беріп тұрды. Андердог ретінде. Соған өте қатты таң қалдым. Енді букмекер ол вообще бөлек нәрсе ғой. Сондықтан білмеймін, Бекзатқа недооценивать. UFC қара, мынандай нәрсе бар да. Егер де Топория UFC фаворит болғанда, Топория UFC Топорияны красный угол қылатын. UFC-дің көзқарасы. Когда сен фаворит боласың, сен красный угол боласың обязательно, екінші шығасың. А бұл жерде красный угол Бекзат. Бекзат фаворит. Ретінде Бекзат көріледі, потому что Бекзатта уже UFC-ның ішінде 2 бой. Рекорды опыт жағынан Топориядан жоғары. Соперник жағынан кіммен төбелессің деген нәрсе бұл жерде. Бекзаттың бірінші Умармен, екінші бойы Бред Каттоны негізі оңай соперник емес. Алды да. Қатарынан 2 рет тауып жеңіп алған жігіт ол. Оны да ұтып алды. Сондықтан да мен фаворит ретінде UFC-дің көзқарасы Бекзат. Сондықтан біздің де көзқаратымыз Бекзат. Ол букмекер деген мен онда жұмысым жоқ. Жалпы бұны көп адам біле бермейді, әсіресе осы углдардың сол жақта оң жақта тұратындары. Бұл өте тонкий моментта бойцовскийдің арасында жүретін адамдар ғана білетін. Сен қазір осымен жетеді, как сен бір жағын түсірсем болып тұр ғой примерно. Бір жағын түсірсем азанға бірде кішкене сөшем да тамақ жеймін да ұйықтаймын. Азанда қаншада екен алып келіп осында болады? Алты білмеймін. Алты келесің. Бағыма дұрыстап сұғып жөнейді. Жоқ олаймыз, төбеде ашылғандары бар. Оны аттам дегенді қойшы. Ютубқа кіріп Азамат спорт деп жазса ғой. Ағай жарты мұз берші, аузыма мұз. Жарты. Такая жарты сындырып аласың. Қарым пакымен қойып жатыр. Бізге де көмектеседі. Құлақ массаж етіңіз, екеуі де. I think you're gonna make the whole weight. Okay. Last one music. No, it's okay. But I'm saying, you sweat a lot. Maybe you did everything, like 5 pounds, you know? I said, you sweat a lot. You sweat a lot. So you probably made the whole weight. Okay, атты.
I think you're done. I think after 10 minutes, gonna be 136, 137 pounds. Done. Okay. Жатсын еще. Өзі бірақ қатқайды не? Жаңа ғана кеді 10 негізі 10 минут жетеді ғой беке. 10 минут жетеді ya? Беке 10 минут жетеді. Мынау бір музыка тыңдайсың ба? Кайфовать етіп отыр. Сен қазір жасап Жоқ, осы музыка осылай бір музыка сон болды. Нормально қатты ашып қиналып тұрған жоқпын да. негізі 10 минут отырып тұрсам. Көп құптайсың деп тұр ғой. Мен бұның Бір 100 грамм басын не істеймін да, су мен бұның жаламын. несін біліп тұрмын ғой, су шығармақшы. Сол жағымдағы. Сол құлағымда. Салмағын көбейтіп бір мені су бермақшы. Жалпы осы Александр Топурянны зерттеп жүргенде өзінің көзіңе түскен сәттері бар ма? Бәлкім уклон жасағанда немесе де соққы тастағанда бір орында тұрып қалады дегендей. Жалпы біз гей-план дейді ғой. Планда барлығымыз ағай бар, мен бар, өзіміздің команда бар, Бекзат бар, бәріміз ақылдасып отырып бір план құрамыз да барлығымыз. Бір бастан екі бас жақсы ғой. Сондықтан мен өз көзқарасым, өзімнің планым басқа мнение айтады. Қазір планымыз бар, гей-план бар, бірақтан мен қазір ашып айта алмаймын. Бірақтан өзіміздің дайындаған ударлар да бар, және де дайындаған күрес жағынан да өте жақсы дайын. Себебі Бекзат Умарға қарсы төбелескен, өте қысқа мерзімде дайындалып төбелесті. Соның өзінде 3 раунд төбелесті, Умардың астында шығалды. Өте жақсы жекпе-жек, жақсы бой берді. Қазір 3-4 айда енді Америка топ-10-ге дайындалып келді, тыңғылықты. Қазір формасы басқа. Өте жақсы Бекзат. Мен өйткені Бекзат екеуміз уже 6-7 жыл болды бір залда, бір жерде тренинг жасап келіп жатқанымызға. Сондықтан мен Бекзаттың формада емес кезінде, формада кезінде білем. Жақсы, өте жақсы. Осы геймплан демекші, жалпы сіз өзіңіз зерттеп байқаған тұстары бар ма Александр Топурянның? Бәлкім кейбір кезде, мысалы, бір орында тұрып қалады, соққы тастаған кезде, немесе де уклон жасаған кезде қаптал кетіп қалады дегендей. Олар бар енді, оны қазір ашық жарияламаймын. Осы жарыс аман есен бәрі өтсе, айта жатамыз. Қанша градуста тұр? 73 жоқ, қойғанда жетпейді ғой, өзі қызады ғой. Нормально? Воздух жібермеу керек. Жұлдызын дегендерін тыңдай салайын бұл. Жұлдыздың біреу болған ғой жұлдыз. Ұзақ өлім екен. Қайда көресің? What music? What music is that? 5 minutes? The music? Жұлдызым, песня, жұлдызым. Last song. Last song, yeah. 20 minutes. Бұны киім іздеп жүрген кезде құптай саған ғой бір екі. Телмедің ба, телмедің ба? Сезбей жатырмын ғой. Сен азанда кішкене ғана ары бері нетіп өтпеші, абайша, сразу баня қойды. Нерді ашып бер. Осыған ба? Я сөйтем осыда. 15-20 Не, 15 минут форан ашып өтіп, сразу баня қойды ғой, еш бақылып бұл. Сен кеше мұнанда келген жоқсың ғой сен? 15 минут соның өзінде бірге барам шығып өттің сен. Сен бүгін де жолдан көп кетіп қалмаса, бірде сен кете берсін ағаш күш болған. Кетсе жақсы. Кішкене сәшім, главный өз-өзін жақсы жесіп, тыңда көріп қалған жоқ. Магазин болған ғой не? Жақсы береді. Сәл жүгіргенге керек емес пе? Сәл жүгіргенге керек емес пе? Almost. So 1 kilo. A little more than 1 kilo. Не Change. Да. Unit. Давай.
62-9. Бірде 300. Бірде 300. Ал осымен достар, біздің видео соңына дейін жетті. Көріп тұрғаныңыздай, біздің Бекзат салмақ өлшеу рәсімінен сәтті өтті. Және көргеніңіздей, Бекзаттың қасында Арман Сорокян алып жүр. Командасы өте үлкен, және өздеріңіз көргендей Арманның қасында Хамзат Чимаев та көмектесіп жүр. Сондықтан бәлкім болашақта бұл екі тандемді тағы да көріп қалуымыз, әсіресе Бекзаттың қасында бұл екі тандемді көріп қалуымыз әбден мүмкін. Жалпы сіздердің ойыңызша Бекзат Алмахан мен Асыл Омарбаевтың жекпе-жектері қалай өтеді, кімдер жеңіске жетеді және қалай жеңіске жетеді? Осы жайлы өз ойларыңызды астыға комментарий жазып кетсеңіздер болады. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сол саламатта көріскенше сау болыңыздар.